келіңдер. Бүгін біз жас сақшы сыныбының оқушылары мектеп оқушыларымен түсіндірме жұмыстарын жасайтын боламыз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып интернет алаяққа қарсы тұру. Ендеше кеттік. Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз жас сақшы сыныбынан келіп тұрмыз. Және де біз сіздермен қазіргі таңдағы ең үлкен мәселе интернеттік алаяқтық жайлы талқылайтын боламыз. Ал ең бірінші интернеттік алаяқтық туралы біліп алайық. Жалпы интернет алаяқтық деген не? Ол деген арақашықта отырып, алаяқтар сізді алдау тәсілімен сіздің жеке деректеріңізбен немесе ақша қаражаттарыңызды ұрлайды. Одан қалай сақ болу керек? Ең алдымен бейтаныс нөмірден келген хаттарға жауап бермеу керек және сілтемелерге өтпеу керек. Жалпы ақпараттық технологияның дамуы өте көп мүмкіншіліктер бізге береді. Алайда ол азаматтарға қауіп төндіреді. Мысалы айта кетсек, қазіргі таңда көп танымал әлеуметтік желілердің бірі WhatsApp немесе Instagram, Telegram арқылы адамдарды алдау тәсілі өте көбейіп келеді. Мысалы ең танымал әлеуметтік желілерден олардың бірі WhatsApp, Telegram, Instagram сізге бейтаныс нөмірден немесе бейтаныс аккаунттан сіздің таныс ретінде өзін таныстырып сізге хат келуі мүмкін. Ол хатта сізден ақшаны қарызға сұрайды. Алайда сұраған кезде ақшаны үшінші бейтаныс банк счетына аударытады. Бұндай жағдай не істеу керек? Ең алдымен келген хатқа жауап бермеу керек. Келген бейтаныс сілтемеге өтпеу керек. Және де сол аккаунтты бұғаттау керек. Жалпы біз жастар жағына интернеттік алаяқтықтарыңызға мәлім деп ойлаймын. Алайда біздің үйдегі ата-аналарымыз, ата-әжелеріміз бұл интернеттік алаяқтық жайлы білмеуі мүмкін. Сондықтан да үйлеріңізге барған соң ата-аналарыңызға, отбасыларыңызға осыны түсіндірулеріңізді сұраймын. Қазіргі таңда үлкен жастағы адамдарға банк қызметкерлерін болып, ол кісілерге кодты айтуын сұрап, өздеріне шоттарына үлкен сумманы аударып алулары мүмкін. Ал бұны білмейтін үлкен кісілер осы алаяқтыққа душар болады. Сондықтан да отбасыларыңызға да ескертулеріңізді сұраймыз. Сіз интернет алаяқтық туралы білесіз бе? Осы қағаз арқылы сіз таныссаңыз болады интернет алаяқтықпен. Ал ендігі кезекте ересектердің интернет алаяқтық туралы не білетінін көрейік. Сәлеметсіз, сіз интернет алаяқтық туралы не білесіз және одан қалай сақтану туралы өз ойыңызды айтсаңыз? Мен ойлаймын, қазіргі кезде көбі ссылка жібереді ғой, танымайтын адамдарға ссылкалерге кіруге болмайды, танымайтын номерлерді көтеруге болмайды. Сосын қазір байқағаным специальный программалар бар ғой, мошенник не деп көрсетеді ғой, сондай программаларды особенно үлкен кісілерге скачать етіп алу керек деп ойлаймын. Енді жастар көбі біледі деп ойлаймын. Көбіне манағы бізде алданып қалатындар, орта жастағы үлкен кісілер ғой. Лично со мной такого пока еще, слава богу, не происходило. Ну, просто слышала, да, бывали такие случаи через WhatsApp, в основном через WhatsApp. Приходило, например, письмо кому-то проголосовать или что-то такое в этом роде. Заходишь в эту ссылку, голосуешь, и там считываются твои данные какие-то. Рассылка идет сразу же автоматически по всем твоим контактам. Егерде сондай бір жағдай болса, міндетті түрде полиция қызметкерлеріне хабарласу керек. Рахмет. Я думаю, что не надо просто заходить на какие-то сомнительные сайты.